Бүгінгі жастарымыз һәр бір тарауда өз белсенділіктерін көрсетіп келатыр. Әсіресе халқымыз үшін қолайлықлар жарату үшін жаңа инновациялық техникаларды ойлап тауып, өндіріске енгізу үшін жаңа жобаларды істеп шығуды өз алдыларына мақсат етіп қойған жастарымыз да баршылық. Біз қазір инновациялық жаңалық рубрикасы арқылы осындай жастарымыздың бірі менен таныстырамыз. Әмеге мәлім, қазіргі технологиялық асырында көплеген жаңалықлар болып жатыр. Осы жаңалықларды жаратуда жастарымыздың рөлі айрықша. Міне қазірде елімізде қайсы бір тарауды алып қарамайық, жастар өз белсенділігін көрсетпекте. Қазіргі тұрмысымызда жаңа инновация идеялар hamda технологияларсыз көз алдымызға келтіре алмаймыз. Міне осындай инновациялық идеялар істеп жатқан жастарымыздың бірі Саяра Асанова менен сөйлесеміз. Соңғы уақытта істеп жатырған инновациялық жобаңыз хақында айтып берсеңіз. Мен қазіргі күнде өзімнің қанегелігімнің бір тарауы болған ақаба суларды ағызу системалары бойынша өзімнің жұмысымды алып бармақтамын. Яғни ол хақында тоқталып өтетін болсам, ахметлі машқалалардың бірі болған құдықтардың тез толып кетуі, 2 хапта 3 хаптада тез толып кетуінің алдын алу мақсатында біздер өзлеріміздің жобаларымызды істеп шықтық. Ол хақында толығырақ айтып өтетін болсам, сол құдықтардың қызмет ету дәуірін ұзайту, яғни олардың 7-8 айда бір мәрте тарттыру мақсатында құдықтарға бір септик деген нәрсені жалғауды ойлап таудық. Ол хақында толығырақ айтып өтетін болсам, септиктің өзі 3 бөлімнен тұрады да. Ақаба сулар оған келіп түседі, ол септиклар оны тазалап, қайтадан атыс суғаруға жіберіледі да. Оларды септикларды сатып алу үшін біздерге көп қаржы талап етіледі. Соның үшін оны біздердің аймағымызға масластырып, біздер сол септиклардың қызметін атқарушы, яғни оның вазифасын орындаушы құрылманы ойлап таудық. Міне осы инновациялық жобаңыздың істеу принципі хақында кеңірек түсінік берсеңіз. Септиктің өзі 3 бөлімнен тұрады, яғни бірінші оған ақаба сулар келіп түседі, екіншісінде оны тындырып, үшінші бөлімінде фильтрлеп, оны қайтадан атыс суғаруға жіберіледі. Енді біздер соның вазифасын атқаратұғын өзіміздің жергілікті шариғатымызға қолайластырып, құрылма ойлап таудық, яғни өзіміздің күнде көріп жүрген құдықтарымыз, сол ақаба суларды қабыл ететін құдықтарымыздың жоғарғы бөлімінен трубаға тесік қалдырып кетеміз, һәм трубаны жалғап, оның қасына бір төртменшілі формада шұқыр қаздырып, майданы әрқилы болуы мүмкін, шұқыр қаздырып, оның бірінші бөліміне астына бір қабат қылып шебін, оның үстіне бір қабат қылып құм төселеді. Оның вазифасы сол құдыққа келіп түскен ақаба сулар труба арқылы сол шұқырға келіп, һәм жердің астына сіңіп кетеді. Яғни құдықтарда тек қана ірі шығындылар жиналып қалады. Соның үшін ол көп уақыт қызмет етеді. Бұл хақында сізге кеңірек түсінік беріп өтетін болсам, міне бұл көріп тұрғаныңыздай, бұл біздердің үйіміз, яғни үйімізден шығып жатырған ақаба сулар бұл жерге құдыққа келіп түседі. Һәм құдыққа келіп түскеннен кейін құдықтың жоғарғы бөлімінде жайласқан труба арқылы біздердің қазып қойған шұқырымызға келіп түседі. Һәм оның құдықтағы тек қана сұйықтық шұқырлыққа келіп түседі, ал ірі шығындылар болса құдықтың түбінде шөгіп қалады. Сол құдықтың түбінде шөгіп қалған шөгінділер көп уақытта құдықты толтырғанның себеплі құдықтың қызмет ету дәуірі көп уақытқа созылады. Яғни бір сөзбен айтатын болсақ, біздердің ұсынып атырған құдығымыздың апуай құдықтардан ахметі, апуай құдықтарда су менен ірі шығындылар бірге жиналғанлығы себеплі құдықтар тез толып қалады. Ал біздердің ұсынып атырған құдығымызда болса, сулар, яғни сұйықтықтар жердің астына сіңіп кетуі себеплі, онда тек қана ірі шығындылар жиналып, құдықтардың қызмет ету дәуірі көп уақытқа шекем ұзаяды. Инновациялық жобаларымызды біздер тұрмысқа енгізетін болсақ, халықтың экономикалық жақтан қаржыларын тежейді, һәм еліміздің экономикалық рауажлануы үшін өз үлесін қосады деп ойлаймын. Осы орында жетіскендеріңіз хақында айтып берсеңіз. Мен осы Қарақалпақ мемлекеттік университеті техника факультеті инженер коммуникациясы құрылысы монтажы қанегелігіне оқуға кірген уақытынан бастап, бір қанша көрік таңдаулар, пан олимпиадаларына белсене қатынасып келмектемен. Атап айтатын болсам, өткен жылы Ферғана уалаятында болып өткен пан олимпиадасына өзімнің қанегелігім бойынша, яғни вентиляция һәм һаваны кондициялау пәні бойынша республикалық пан олимпиадасына белсене қатынасып келдім.
Ondan tısqары университетimiz Hayal Qızlar Komiteti tarafından şirketleştiriladigan her yılı болып өтетigan Davr qızlari ko'rik tanlovlarini belseне qatnasib kelmektemen ham jo'xari natijalarga erishmoqdaman. Maqtanishimda aytib o'tadigan bo'lsam, kecha g'ana yaqinda bo'lib o'tgan ixtirochi ayollar komiteti tarafından şirketleştirilgan O'zbekiston ayollarining 100 ta eng yaxshi innovatsion loyihasi ko'rik tanlovina qatnasib, Qoraqalpog'iston Respublikalik bosqichda o'zimning kuni menen aytib o'tirgan joylarim bo'yicha qatnasib, siyli birinchi o'rinda olishga muvaffaq bo'ldim. Toshkent qalasida bo'lib o'tadigan Jumoqlovchi Respublikalik bosqichga yo'llanma oldim. Bu tanlovga men o'zimning joylarimda usunus etganda, u ko'pchilikda o'zining qiziquvchiligini o'yatdi, hamda ular da o'z fikrlarini usunus etdi. Bu tanlovda men eng foydali model nominatsiyasi bo'yicha siyli birinchi o'rinda olishga muvaffaq bo'ldim. Alдағы rejalaringiz haqida aytib bersangiz. Mening alдағы rejalarim juda ko'p. Ularning haqida aytib beradigan bo'lsam, endi bo'lib o'tadigan Respublikalik fan olimpiadasida qatnasib, ondan jo'xori natijalarga erishaman deb oldima maqsad etib qo'yibman. Ham ondan tashqari, o'sha 100 ta eng yaxshi innovatsion loyiha ko'rik tanlovining Jumoqlovchi Respublikalik bosqichina qizg'in tayyorlik ko'rib kelmoqdaman. Ham ondan da men jo'xori natijalarda qo'lga kirgizaman degan niyatdaman. Hozirgi vaqtda men bu joylarimda yilida terangroq o'rganib, yetishtirmoqdaman. Ham bu joylarimda kelajakda turmushimizga yengizib, xalqimizning egiligi uchun xizmat etadi degan niyatlarim bor. Rahmet Sayara, niyetingiz yo'ldasiniz bo'lsin. Aziz yoshlar, usunday yoshlar qatorida sizlar da bo'lishingiz mumkin. Solay ekan biz sizlarni keyingi ko'rsatuvlarimizda kutib qolamiz.